Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қоштасу болып өтті. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. 11 қаңтарда ақш-тың Марсель штатында қазақ жазушысы Мұхтар Мағауинмен қоштасу қасиетті рәсімі өтті деп хабарлайды iCun.kz порталы. Уақиға туралы журналист Назира Байырбек өзінің Instagram парақшасында айтты. Қоштасу рәсіміне жазушының отбасы, балалары мен немерелері, достары қатысты. Сондай-ақ Қазақстанның ақш-тағы елшісі Ержан Ашықбаев, сол жақтағы консул Жүсіп Орынбай, Америкадағы қазақ қауымының өкілдері, ақш-та оқып жатқан студенттер де барды. Сонымен қоса жазушы Вашингтон маңындағы Power Loud Monument зауытындағы жерленді. Еске сала кетейік, 10 қаңтар күні халық жазушысы Мұхтар Мағауин 85 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.